сіздер оның бәріңіз білесіздер. Соған да алғысым шексіз. Ол кісі шақырды бұл компания. Бұрын сетевой компанияларда мен тек қана тұтынушы жаңағы заттарын көріп, жақсы сапада бірақ олардың көпшілігі бағасы кішкене қолжетімсіз болатын. Бірақ соған қарамастан енді өзіміздің денсаулығымыздан аямаймыз ғой, мүмкіндігінше алып, тұтынып жүрген азаматпын. Бірақ былай терең ешқандай бір карьера жасап, бірде-бір компанияда ондай тәжірибем жоқ менің. Сол Мансұр мырза мені осы клубқа шақырған кезде, енді ол кісі спонсорымнан бөлек, мен ол бір топта бірге оқығанбыз, институтта бірге оқыдық, бірге жүрдік. Сосын ол мені шақырған кезде, енді ол менің сөзімді көтереді ғой. Мен оған айттым, сен пайда көргің келіп тұр ғой менің арқамда деп. Енді сөзімді көтереді ғой, сөйтіп айтқам. Ол сөзін қазір күлкім келеді, сол әңгіме есіме түссе. Ол кісі жаңа бір үндемей қалды да, сосын күтпеген шығар ондай жауапты менен, Сосын айтады, сен дейді, осы бір жылдың ішінде осы компаниядан бір тиын пайда көрмесең дейді, шығарған шығындардың бәрін толық төлеп беремін. Еркекше дейді, вот, бұл не деген компания деп, сосын өзім кішкене қызығушылық танытып, маған уақыт бер дедім, кішкене мен танысып шығайын. Сөйтіп кіріп өнімдерді қарасам, шын мәнінде таңғаларлықтай нелер бар екен, шын мәліметтер. Оның ең біріншісі маған бағасы. Не деген су тегін деп, бұндай жоғары сападағы өнімдер, бұрынғы енді компанияларды көріп жүрміз ғой, олардың бағалары мысалы өте қымбат, мына жерде. Сосын толығырақ таныса көп жаңағыдай бізге жеңілдіктер, жаңа жұмыс істеуге дегендей, жалпы тұтынушыларға деген жағдайларын, миссиясын өзі қандай керемет, денсаулықты бір қалыпта ұстап, күшейтіп, оның үстіне оған көп қаражат кеткізбей деген миссияның өзі қандай адам жүрегіне дәл барып тиеді екен. Сөйтіп, осы компанияның маркетингімен таныстық, кейін енді ол бәрі басқа тақырыптар ғой, сіздердің уақытыңызды алмайын. Соның бәрі кәдімгідей жаңа революция деп айтамыз ғой. Революция шынымен ақта, басқа компаниялардан 500 мың доллар, басқа мен сондай мен кіру керек, мына жерде 25 мың теңгемен, 50 доллармен ғана кіресің. Сондай сіздер өздеріңіз менен де жақсы білесіздер ерекшеліктерін. Соның бәрі осы компанияға келіп, сосын карьерада жасауға сөйтіп бел будым деуге де болады. Бұл жерде тұтынушыдан бөлек активқа өтіп, кішкене қаражатта, карьерада жасауына жағдайлардың бәрін жасап қойған екен бұл компания. Қазір мен сізге кішкене тоқталып кетемін. Сіздерге көрініп тұр ма мына сайтқа кірдім мен? Айтып жіберіңіздерші, обратный связь. Көрініп тұр, жұмажан. Рахмет. Мына сайттың өзі енді махаббатпен жасалған деуге болады. Бір кемшілік таппай жұмыс істейтін адамға нелерін бәрін көрсетіп қойған, мүмкіншіліктерін бәрін. Мысалы, бір продукцияны алайық, кез келген витаминдердің. Қарасаңыздар, бағасы көрсетілген. Біздің ақшамен 4,5 мың теңге. Осындай премиум сегмент продукциясы, мына жерде бассаңыздар, бүткіл құрамын көрсетеді. Адамға керек, жанына керек нелер бәрі бар. Микронутриенттер, микроэлементтер бәрі көрсетілген, қандай мөлшерде екенін. Кейбір компанияларда мен байқаймын, жазады осындай заттар бар деп. Бірақ мына бетке өткенде
өте аз мөлшерде немесе көрсетпейтіндер де болады. Бұл жерде мына жерде байқасаңыздар, мындай сертификат бар. Бұл тәуелсіз лаборатория айтқан мынандай құрам бар екенін растаймыз деген сертификат. Осына біз ертең презентация жасаған кезде міндетті түрде осы моменттерді айтып кетіңіздер. Неге десеңіздер, сондай нелер бар, құрамына кіретін хлорелла, спирулина деген білесіздер, өте қымбат. Мысалы, кейбір компаниялар спирулинамыз бар дейді, бірақ бағана айтқандай мөлшері өте аз немесе жоқ болуы мүмкін. Мынандай сертификат тұрса, мысалы, құрамда сол бар десе, мына сертификат соны дәлелдейді. Сосын тағы мен өзім презентациямда айтып кететінім, сертификаттан бөлек, мына продукт менеджерлер болады әр фарм компанияларда. Осы дәрі-дәрмек, биологиялық активті қоспалардың бизнесінде жүрген мамандарда продукт менеджер деген ол кісілер қызметі, бұл дәрілердің прямой косвенный конкурент деген болады. Кез келген заттың, соған бізге бұл кісілер обзор жасап беріп тұр. Бұл обзор жасаған кезде, мына қараңыздар, баға жағынан да біз ұтып тұрмыз. Сосын мен ерінбей мыналардың несіне де сайттарына кіріп көргем. Бізде жоқ дегенде санайықшы, 3, 6, 8 сертификатымыз бар. Бұларда мен екеуден артық көрмегем. 2 сертификаттан артық көрмеген. Осының бәрі себеп болады. Презентация жасағанда да сізге бұл көмек ретінде. Сосын тағы бір айтып кететін жағдай, осы презентация жасаған кезде. Мен мынаны орыс тіліне қойып ұмытып кетіппін ғой. Мына қараңыздар. Көрініп тұр ма? Проверено деп тұр. 20 шілде 2024 деп. Көп бізде байқағаным бұрын отзыв жазған кезде, мысалы мен Жылқыбай жаңа қорғаннан ішіп ат болып кеттім, керемет екен деп. Шын өмірде ондай адам болмауы мүмкін. Америкада заң бар екен, жаңа порядочное ведение бизнеса рекламы деп аталады. Сол жерде енді не болсын, мына кісі болмаса, компаниядан лицензияны айырып қояды екен, алып қояды екен. Көрдіңіздер ме? Осы моментте де презентацияларыңызда міндетті түрде айту керек. Сосын бізде 90 күндік кепілдеме бар. Мысалы, сіз ішіп, ешнәрсе сезбедім, анализдерден ешқандай өзгеріс болмады, керісінше бір побочный бір эффекттер пайда болды дегенде енді болады ғой. Дәрі болғасын, ішкесін, неғасын, тірі жан болғаннан кейін әркімде әртүрлі реакция болуы мүмкін. Соны компания айтады, 90 күндік мезгілде, егер сіздерде сондай шағым болса, бізге бос құтысын жіберіңіздер, біз сіздерге толық ақшаларыңызды қайтарып береміз дейді. Бұл енді компания өзінің атына нұқсан пікір келтірмеу үшін жасалған енді пиар ход қой, бірақ бірде-бір сондай возврат болмаған дейді. Бұл жаңа компанияның өнімнің 200%-ға өзіне сенімді екенін сапасына, соны тағы да дәлелдеп тұрған нәрсе. Осындай презентацияларыңызда айтуды ұмытпаңыздар. Енді сертификаттар туралы кішкене толығырақ тоқталып кетсек, қазір. Так. Мына препарат, мысалы, усилитель гидратации. Бағана 8 сертификат болса, мына жерде қараңыздар неше сертификат. 1, 2, 3, 4, бірге санайық. 3, 6, 8, 10, 25 сертификат бар екен. Не деген сертификаттардың саны көп. Бұлардың бәрінің өзінің нелері бар, жаңағыдай негіздемелері. Мысалы, әлемде қазір жануарларға қатты жан ашитын адамдардың саны өте көп. Әлемде 3,5 миллион қоғамдық бірлестіктер бар екен, осы жануарлардың
құқығын қорғайтын, соларға жаны ашитын. Сол себептен компания да солардың несін сыйлап, өмірлік принциптерін сыйлап, бұл өнімдер жасалған кезде жануарлардан сынамалар жасалмағаны, қатыгездік жаңағыдай жестоко обращение деп айтады ғой орысша айтқанда, сондай нәрсе болмағанын білеміз ғой. Көп дәрілер жасаған кезде бірінші тышқандарға беріп көреді, иттерге беріп көреді жаңағыдай. Бұл жерде олсыз-ақ жаңағыдай бұл өнім жасалған деп тұр. Сол белгі мынау cruelty free деген. Келесі сертификат бұл глютен. Глютен деген ол көп жаңағы ұндарға, басқа да заттарға қосады. Жаңағы бұл былай айтқанда клегей ғой. Андай ненің, мысалы оның жаңағы жабысқақ қасиеттерін күшейтуге, органолептикалық әсерлерін күшейтуге, жаңағы дәмін, ертең піскен кезде жаңағыдай әдемі құлпырып көтерілгенін, сондай нелер. Бірақ өкінішке орай көп адамдарда осы глютенді қорытамайды. Целиакия деген ауру бар. Өкінішке орай. Сол кісілерге глютенмен заттар, өнімдер жеуге болмайды. Мына белгі сондаймен ауыратын кісілердің де ескеріп осы өнімді жасаған. Өкінішке орай сол целиакия ауру өте жиіліп кетті. Келесі сертификат ол мына кето деген, қазір ол тренд болып жатыр. Кето диета деген естігендеріңіз бар шығар. Кето диета бұл жаңағы майлар несінде май көп болу жаңағыдай. Бізде осы күнге шейін бір миф болды ғой, что майдан семіреді адам, май зиян деп. Керек десеңіздер де, даже мына сұйық майларға да холестерин free деп жазып қояды, холестеринсіз деп. Өсімдік майларда холестерин и так болмайды. Просто олар сондай маркетинговый ход жасайды, чтобы заттар бір какой-то побочный шум болып жатыр, бір музыкама, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар, басқа кісілерге кедергі жасап жатсыздар. Микрофондарыңызды өшіріңдер деп. Мен прямо бір той болып жатыр ау деймін, бір жерде бір музыка шығып жатыр да. Рахмет, ары қарай жалғастырайық. Осы сол кето, қазір бұл кето май жеген адам, біз өстік қой солай, құйрық маймен, қай жеріміз ауырса да құйрық май жағып, кішкентайында балаларға жандай құйрық кесіп береді, сосканың орнына соны соратын мысалы да. Сол балалар өте жандай төзімді болады кез келген ауруға. Сосын бұл майда, мысалы біз тәтті жесек, ол да энергия береді, углеводтар, көмірсулар. Бірақ олар қысқа мерзімді. Сосын оның тағы бір минусы бар, углеводтарын ол адамды семіртіп жібереді. Ал кето, мысалы, май жесеңіз, ұзақ мерзім бойы қарныңыз ашпай, сол май сіздерге энергия беріп, азуға да күшті мүмкіндік береді. Сол себептен кето диета қазір тренд болып жатыр. Келесі сертификат non-GMO дейді, бұл ГМО жоқ деген нәрсе. ГМО енді бұл ғылымда дамып жатыр ғой. Қазір дейді, кейбір геннің модификация, жаңағы гендермен нені кішкене өзгерістер жасап, несін қарбыздар төрт бұрышты қылып, жаңағы Жапонияда. Соның бәрі осы генный модификация жасалғанның сондай әсері. Кейбір заттар жаңағы ұзақ сақталу үшін, дәмін бұзбау үшін, мен білем, кейбір бидайға да ненің мысықтың гендерін қосып, сол кезде тышқандар сол бидайға келмейді екен. Жаңағы урожайды сақтап қалу үшін да. Енді оның бәрі енді жақсы нәрсе ғой, бірақ өкінішке орай бізде сондай, біз өнім жесек, бізде мутация болады екен, гендарымыздың өзіміз ішімізде, сөйтіп онкологияға да келтіру мүмкін, неше түрлі ауруларға. Сол себептен ол бізге кішкене зиян болғандықтан компанияда сондай
ГМО өнімдерін қоспауға шешім қабылдап, міне осы белгі соның көрсеткіші. GMO. Осы бұл да өте маңызды. Келесі сертификат ол USDA органик деген, бұл органик өнім деген, табиғи деген сөз. Ешқандай қолдан жасанды нәрселер жоқ, бәрі табиғи. Табиғи біз білеміз, біздің ағзамызға ешқандай проблема тудырмайды, мәселе тудырмайды. Өте сеніммен қабылдай берсеңіздер болады. Басқа бір мысал, біз дәрілерді білеміз ғой, химия препараттарды алайық. Оны өкінішке орай міндетті түрде басқа ағзаларға зияны болады. Оны кімдерде өнім өндірушілер де жасырмайды. Побочный эффект деп көрсетеді. Жаңағы дәрі нұсқаулығы болады. Дәріні ашып қарасаңыз, кейде бір үлкен пара оны оқып та жалғып кетесіз. Сол жерде олар міндетті түрде соны көрсету керек. Органик деген ол сіздің ағзаңызға ешқандай зияны жоқ деген сөз. Келесі сертификат ол soy free деген, соя, біздің өнімізде соя жоқ деген сөз. Сояны не үшін қолданады? Бұл соямен көбінесе тағы нені қолданады? Арахис, peanuts free. Қазір енді біз жабайы капитализм заманында өмір сүріп жатырмыз ғой. Сол өнім өндірушілер максималды түрде пайда табу үшін олар осындай, бұл арзан зат болып келеді. Бұлар соя арзан зат болғаннан кейін жаңағы капсуланың ішін толтыру үшін осы соямен толтырып сізге, міне бізде спирулина бар, анау бар, көбінесе оның ішінде соя болады. Даже керек десеңіздер, дүкенге барсаңыздар да қазір колбасаны алайық, мысалы, сол жерде соевый белок деген байқасаңыздар. Ол еттен бір где-то болса 10% ғана болатын, и то ол тауықтың еті. Жаңағы дәмдегіштер анамына қосып бір передача көргем. Сосындай қазіргі колбасаларды мысыққа берсе де, мысық жемей қойған дейді. Неге десеңіз, мысықты алдай алмайды екенсіз, адамды алдауға болады. Сондай. Келесі сертификатымыз ол бағана айтып кеттім. Third party lab tested. Тәуелсіз лабораториялар тексеріп өздерінің несін шығарып береді. Сіздердің өнімдеріңіз мынау айтқан құрамға сәйкес, соны біз дәлелдейміз деген сертификат. Келесі сертификатымыз ол vegan 100% деп тұр. Бұлда сертификат кейбір кезде кездестіресіздер. Vegetarian деген де болады, и vegan деген. Екеуі былай қарасаңыздар, бұл жерде vegetarian қазір көрейін. Міне тұр, міне көріп тұрсыздар ғой, мынау. Неге қайталай береді? Былай ойласаңыздар, екеуі вегетарианский деп ойлайсыздар ғой. Оларда вегетарианецтерде өздері бөлінеді екен, тағы веган болып, вегетарианец деп бөлінеді екен. Мына вегетарианец мысалы сары май, тауықтың жұмыртқасын жейтін болса, мына кісілер мүлдем жануарлардан шыққан өнімді мүлдем. Мысалы, олар жаңағы айтады ғой, мал сойылғанын қаламайды. Оларда сондай құқысы бар өмір сүруге, олар тамақ емес деп. Хотя Алла Тағала бізге оларды жаңағыдай не үшін жаңағыдай азық түлік болып жаратты, бізге пайдаланыңдар, қолданыңдар, жеңдер, өсіңдер деп. Бұл кісілер енді ол жануарларға енді өзімен бірдей көреді. Мына кісілер енді сол сиырдан алған сүтін ішсе, сары майын жесе, мына кісілер мүлдем тек қана шөп. Осы айырмашылығы. Көріп алдыңыздар ғой. Бірақ біздің компания енді әркім өзін таңдауы ғой, енді әркім өз ерікті, мынандай өмір сүрем, мынандай өмір жүрем деп.
солардың бәрін несін ескеріп, осының бәрін қойып шықты, осы белгілерді. Егер арамызда сондай кісілер болса, олар да жандай уайымдамай қолдана береді дегендей осы өнімдерді. Келесі сертификат sugar free, қант жоқ деген сөз. Бұл өнімдерде қант жоқ. Біз қазір уже ғылымда, медицина бәрі дәлелдеп жатыр. Қанттың зияны өте көп екенін, қант диабеті, мысалы, энергетиктер қазір адамдар көп жейді. Соның бәрінде, мысалы, коланың өзін алғанда, сіз шай ішкенде ары кетсе, енді тәтті жақсы көретін адам ары кетсе 3-ақ қант салады, 3 қасық қант салады. Ал колада бір пиалаға 10 қасықпен тең келетін нәрсе. Оны үйтіп кола ішетін адамдар, міндетті түрде қант диабеті болып, басқа да жаман ауруларға шалдығатыны ол сөзсіз. Сол себептен орыстарда айтады, сладкая смерть деп. Негізі қант жемеген абзал. Қатты қант тәтті нәрсе жегіңіз келсе, анда-санда әсел кішкене жалап қойсаңыздар болады. Мүмкіндігінше қанты бар нәрселерді жемеуге тырысыңыздар. Келесі сертификат ол peanuts free. Бұл жер жаңғағы ғой. Жер жаңғағын біз бәріміз жақсы көреміз, бірақ бұл жердің астына өшкеннен кейін, бұда жаңағындай грибок дейді ғой, грибок. Грибок көп болады екен. Енді көзге көрінбейді ол. Сондай бір побочный көп мөлшерде жеп қойсаңыздар, ненің колониялары, грибоктың колониялары сіздің ағзаларыңызда көбейіп кетеді. Сол себептен бұл компанияда біздің өнімде арахис жоқ деп тұр. Келесі сертификат ол міне көрсеңіздер, shellfish free дейді. Shellfish деген ол жаңағы моллюскалар ғой. Моллюскалар теңізде жүретін. Бұлар жаңағы қазір көп жерлерде, теңіздерде мұнай өндіреді, вышкалар тұрады, сондай тұрады. Енді танкерлер теңіздерде жүріп жатады, аварияға ұшырайды, үйтеді. Осы жаңа теңізде тұратын именно осы жәндіктер өзіне көп сіңдіреді екен, сондай зиянды нәрсені, радиацияны, жаңа нефтепродукттарын, жаңа токсический нелердің бәрін өзіне сіңдіріп, өте көп мөлшерде болады екен. Енді бұл біздің аймақта енді бұл өзекті емес, бірақ біздің компания жалғыз Қазақстан емес қой, бүткіл әлем теңіздің жағасында тұратын халықтар болады, гурмандар болады, мысалы, теңіздің өнімдерін ұнататын. Сондай несі жоқ деген белгі мынау. Келесі сертификат бұл egg free деп 100% деп тұр. Жұмыртқа ғой бұлай айтқанда. Жұмыртқаны біз білеміз, өте пайдалы нәрсе. Неге бұлар жұмыртқаны көрсетіп қойған? Бұл жұмыртқалар енді өкінішке орай дүкенде сөресінде тұрған жұмыртқалар ол үйдің жұмыртқасы емес қой. Олар птицефабрикадағы жұмыртқалар. Птицефабрикада қандай жағдай? Кішкентай жерде, мысалы, өте скучный мың тауық бір кішкентай жерде тұрады. Біреу ауырып қалса, міндетті түрде қасындағы тауықтар да ауырады. Соның тауық ферманың егесіне ұтымсыз тауық ауырып тумай қойса, өліп қалса, дұрыс па? Содан кейін ол не істейді оның егесі? Тонналап антибиотик береді тауықтарына, ауырса да, ауырмаса да. Тонналап гормон береді. Не үшін? Тез өссін, тез жұмыртқа келсін, тез пайда болсын деп. Ол сізбен бізді ол кісі ойламайды, тек қана пайдасы. Онда бала шағасы бар дегендей, сол қазір именно производственный жаңа жұмыртқаларды бұл компания пайдаланбадық дейді. Келесі сертификаттар олар өздеріне өте ұқсас. Мысалы, бұл жерде бұл сертификат нені көрсетеді? Қалыпты жағдайда кез келген жерде, мысалы,
клавиатураның үстінде де, денеміздің үстінде де қалыпты жағдайда микробтар болады. Ішінде сапрофиттер болады, жаңа біздің ағзамызға зияны жоқтар болады, зияны барлары болады. Солардың бәрі бір-бірімен баланста тұрады. Осы сертификат біздің өнімізде жаңа капсулалары бар, несі бар. Соның ішінде бізге зиянды емес мөлшерде енді кішкене микробактериялар сол мөлшерден аспағандығын көрсетеді. Осы сертификаттар осы. Келесі сертификат ол preservatives free деген, бұл консерванттардың жоқ екенін білдіреді. Консерванттар не үшін қолданады? Қазір енді қайтадан жаңа өнім өндіруші өзінің затын дүкенге апарады, сөрлерге қояды. Бірақ ол бір күн тұрады, 2 күн тұрады, енді бірден өтіп кетеді деп. Мысалы 100 данасын апарса, 50 өтті, 50 тұрады. Скоропортящие продукты деген бар, мысалы айран, кефир, мысалы Ресейден қазір көп келіп жатыр. Анау не дейтін еді, бір мультфильм бар ғой, Простоквашино, мысалы сондай нелер. Сосын шетелден келген мысалы заттар, жол бар, мынау бар, көп бұзылмасын деп осындай консерванттар көп қосады. Байқасаңыздар, нелерінде де артында жазылып тұрады, бір нәрсе, мынандай дегендей. Осы консерванттар да өкінішке орай біздің ағзамызға өте зиян. Үй жағдайында айран үйтіп ішеміз, байқайсыздар, 2-3 күнде ішіп қоймасаңыздар, ол ашып кетеді, дұрыс па? Сүт те сондай бұзылып кетеді. Бұлар сондай ұзақ мерзім өзінің несін бұзбау үшін осындай консерванттар қолданады. Келесі сертификат paleo-friendly деген, ол мына кетаға жақындау. Углеводты, біз кето диета отырған, углеводты азайту керек біз. Мөлшерде углеводтардың мөлшері біздің өнімдерде өте төмен мөлшерде деген көрсеткіші бұл. Сіз бұларды ішіп, семіріп кетпейсіз біздің өнімді деген соның көрсеткіші. Келесі сертификат желатин free. Желатин білесіздер, неден көбінесе малдан алынады ғой. Малдан алынады. Бізде де андай күдік болмау үшін, бұл қандай халал емес дегендей. Осы желатин. Хотя желатин бұл андай не көп процестерден өтеді. Сонда да компания бұл нәрсе біздің өнімізде жоқ деп көрсетіп жатыр. Келесі сертификатымыз ол no artificial деген colors деген, нет искусственных красителей. Жасанды бояғыштар жоқ деген сөз. Мысалы, мына конфеттерді алайық, Skittles, басқасы түрлі түсті. Енді олардың бәрін табиғи бояғыштар қолданса, сол жаңа кәмпит шығаратын компаниялар, ол кезде ол тез бұзылып кетеді, тез жаңағыдай, бағана айттық қой, өтпей қалады, сөйтіп ол банкрот болады. Сосын ол не істейді? Жасанды бояғыштарын пайдаланып, заттарға әдемі түс беріп, жылтыратып, товарный вид дейді ғой, соның бәрін көрсету үшін осындай бояғыштар пайдаланады олар. Олар біздің ағзамызға зиян. Компания біздің денсаулығымызды бірінші кезекке қойып отыр. Сол себептен ешқандай жасанды нелерді пайдаланбаймыз деп тағы да дәлелдеп тұр. Келесі сертификатымыз ол dairy free. Ол жаңағы біз кішкентай кезімізде бәріміз сүт ішеміз, жақсы қорытамыз. Байқасаңыздар, есейген сайын арамызда кейбір кісілер біреуге сүт жақпайды, іші қатады, айран жақпайды. Бізде сол сүтті қорытатын ферменттер жасымыз үлкейген сайын мөлшері азаяды организмімізде. Сол себептен сүт өнімдерін қорытамаймыз. Компания сол сүт өнімдерін мына жерге қоспадық дейді, соны ескеріп. Келесі сертификат, бұны бағана айтып кеттік, vegetarian.
келесіне өтейік. Бұл wheat free. Біздің немізде не жоқ деген, пшеница жоқ, бидай өнімдері жоқ деген сөз. Мына екеуі бір емес, несі ұқсағанымен, бұл таза пшеница, мынау глютен, мынау пшеницаның өзі. Мен білуімше, осы бидайдың шаңына адамдарының андай өте аллергиясы көп болады. Осы біз бір нені аллергологтармен бір сөйлескенімде айтатын, аллергендердің ішінде бидай бірінші орында тұрады екен. Сонда бұл біздің компания сол себептен біз пайдаланбадық деп тұр. Келесі микрофондарымызды өшіріп қоямыз ба? Бір какой-то побочный шум. Өтініш. Келесі сертификатымыз ол FDA. Бұл сертификатты негізі баттарға береді, биоактивті қоспа, және дәрілерге де береді. Бұл сертификат осы дәрілердің ішіндегі түйесі деп айтуға болады. Бұл сертификат Американың аймағында осы өнімдерді сатуға, пайдалануға болады деген рұқсат қағаз сияқты. Бұл да жаңағы әбден тексердік, сіздерге зияны жоқ деп бұл мемлекет береді бұл сертификатты. Үкімет, Американ білесіздер, өзінің азаматтарын, құқықтарын қатты қорғайтын ел. Мен есімде баяғыда бір американдық біздің ауруханаға келген кезде соған вертолет жіберген ғой, елшілігі бар ғой, Алматыдағы госпитальға алып кетеміз деп. Бір журналист емес та, ешнәрсе емес, әшейін турист жүрген кісі ауырып қалдым деп өзінің елшілігіне хабарласқан. Соған вертолет жіберіп тұр ғой, қарасаңыздар, бір тұлға болса екен, бір мемлекеттік. Жалпы Америка өзінің несін, өзінің азаматтарын қатты құрметтейді, қатты қорғайды. Әлемнің қай жерінде болмаса да, мынау сол сертификат, соның дәлелі. Толық тексердік, сіздер пайдалана беріңіздер деген. GMP деп мақтанамыз ғой, осы сонымен пара-пар келеді. GMP сертификаты бар деп. Келесі сертификат бұл аллергендер жоқ деген. То есть астматиктер, аллергиктер бар. Солар да біздің өнімдерімізді пайдаланса болады деген сертификат бұл. Келесі сертификатымыз бұл waste free. Waste free деген ол дрожжи. Біз нан пісіргенде пайдаланамыз ғой. Естеріңізде болса, баяғыда әжелеріміз ашытқымен ашытып, сол табиғи негізі. Қазір теледидардан, ютубтан неше түрлі блогерлар нелер көрсетіп үйретіп жатады. Осы қалай дрожжсыз нан пісіруге болады. Мен өткенде дүкенде де көрдім, бездрожжевой хлеб деп жазып қойыпты, оған да қуандым. Негізі бұл дрожждар, қазіргі дрожждар баяғы дрожж емес, Союз кезінде қазіргі дрожждардың бәрі термофильный деп айтады. Термо деген жаңағы жоғары температурада өлмейді деген нәрсе, термофильный. 200 градус жаңағы пеште өлмеген нәрсе, сіз жеген кезде сіздің ағзаңызда да өлмейді, өлмек түгіл, көбейіп, неше түрлі аурулар туғызады. Неше түрлі аурулар, осы дрожждар. Келесі сертификатымыз ол heavy metal tested. Ауыр металдарға құрамында бар ма, жоқ па, соны тексердік деген нәрсе. Ауыр металдар білесіздер, ол да неше түрлі аурулар туғызады, онкология сияқты басқа да жаман аурулардың себебі болады. Сондай нелерде жоқ деген көрсеткіш бұл. Сұрақтарыңыз болса? Бұл сертификаттарымыз. Бұл жерде де міне көріңіз, отзывтар проверен деп жазған, бағаларын салыстырған, компаниямен одно удовольствие жұмыс істегенде. Басқа да инструменттер бар, ол
рұқсат болса кішкене тоқталып кетейін. Мынау Business for Home деген сайт. Өткенде бір кісіге айтсам, біздің компаниямен бірінші орында тұр деп. Ол айтады, ол не ғой дейді, андай исследовательский группалар, ақша төлесе, сізге любой рейтинг жасап береді, андай мындай деп. Мен ерінбей осы Business for Home сайтына кірдім. Бұл тәуелсіз Нидерланды, Голландияда тіркелген. Бұл жерде голосовать деген өзінің кнопкасы болады. Бүткіл әлемнің адамдары өздерінің дауыстарын береді, өздерінің лебіздерімен бөліседі. Так что бұл жерде біреу ақша төлеп, осындай рейтинг жасап алыпты деген нәрсе болуы мүмкін. Сіздерде жаңа работа с возражением дейді ғой. Егер сіздерде сондай не болып қалса, сөйтіп айтасыздар. Менің тақырыбым бойынша айтпайын дегенім осы. Егер сұрақтарыңыз болса. Дайынмын сұрақтарыңызға жауап беруге. Жұмажан мырза, өте керемет, күшті тақырып бұл. Осы білмей жүрек, соның ішінде қазақшасын. Өте күшті, көшіріп жазып аламыз, өзімізге осыны айтатын боламыз адамдарымызға. Енді анау жаңағы сертификаттардың ішінде GMP сертификат жоқ екен, соны айтып жіберіңізші. GMP сертификат ол Good Practice Marketing деген сөз. Бұл баяғыда сырда тұрған адамдар естеріңізде ме, ОТК деген сертификат болатын. Ол өте жоғары сапада деген өнім, өте жоғары сапада жасалды деген нәрсе. GMP оны ауыл шаруашылығы министрлігі береді ақштың. Ол жерде жаңағы заводтан бөлек, ол жаңағы нелерін, продукцияның өзі, мысалы өсімдіктер қай аймақта өсті, қандай су ішті, қандай желдер соқты, жердің де жаңағы лабораториясын тексереді, тяжелый металдар бар ма, жоқ па. Содан кейін ғана береді ол сертификатты. Ол сертификатты көп уақыт алады. Оны бір-екі күнде өткізіп алып кете алмайды. Мына сертификатты айтып отырсыз ғой сіз GMP-ге. Бұл сертификатқа мен естуімше 3 жылдай дәлдеп беру керек екен. 3 жыл бойы нелерін өткізіп, мәліметтерді айтып кеткен. Қандай су ішті дегендей, қандай өсімдіктер пайдаланды, қандай жағдайда олар жасалды, қай фабрикада капсулалар істелінді, даже расфасовка, бәрін қамтитын сертификат. Түйесі де бекерден, сертификаттардың түйесі де бекерден оны айтпайды. Тағы сұрақтарыңыз болса? Рахмет, өте түсінікті айттыңыз. Сізге де рахмет сұрағыңызға. Рахмет, амин. Қайырлы күн әріптестер. Запись бола ма екен? Болады, міндетті түрде болады. Тағы сұрақтарыңыз болса? Енді қараңызшы, саламатсыз. Саламатсыз ба? Менде мынандай сұрақ туындап тұр да, именно GMP сертификатына байланысты. Біздің халық осы көбінде осы БАД қолданатындар основном GMP сертификатын алға ұстаймыз да. Басқа компанияларда жұмыс істегенде де осындай сертификаты бар деп. Ал біз, получается, бізде пока ол жоқ да? Бізде бар ғой GMP, міне. Бар ма? Бар ғой. Ол басқа компанияларда да бар. Ол болмаса, олар неге шығамайды, нарыққа шығамайды. Ол ең бірінші талап. Шетелдің нелерін айтам да. Мысалы, Америкаға кіру үшін осы сертификатты міндетті түрде сұрайды. Бұл негізі Американың разработкасы, олар ең бірінші өз елінде пайдаланған бұны, сосын бүткіл әлемге тарап, оларда сол сертификатты ұстануға, осының комиссиясы барады, Америкадан сөйтіп тексереді, шынымен соған лайық па, лайық емес па деп. Сосын ғана береді бұл сертификатты. Бар бізде бұл сертификат. Рахмет. Сізге де сұрағыңызға рахмет.
Жұмаржан мырза, тағы сұрақ қойып жіберейін, көбісі сұрап жатыр. Енді түсінген адам, мысалы мен енді түсініп отырмын, мен түсінбейтін адамдар болады, адамдардың бәрі. Әрине сұраңыз. Халал деген сертификат бар ма, неге жоқ дейді, сол туралы кішкене түсіндіріп жіберейін. Халал сертификат біз бағана көрдік, веган, вегетариан, органик деген сертификаттарды көрдіңіздер ғой. Ол жерде шөп болғасын болды ғой, андай жануардың несі жоқ деген сөз. Бағана желатинде жоқ деп тұр мысалы. Ол да жануардан. Бізде тек қана мына коллаген ғана, бір зат қана бар, коллаген. Ол жерде жаңа жануардың несін пайдаланады. Бірақ қазір біз переписка жасадық, сол бір өнім кішкене жаңағыдай, басқасын бәрі веган дегесін болды, ол шөптен жасалған. Бізге шөпті мысалы рұқсат еткен ғой, пайдалануға, жеуге мысалы. Сосын теңіздің нелерін, балықтан өлі болса да, сол себептен біз арнайы бұл жерде қажет етпейді да. Веган деген өзі халал деген сөз ғой, бізге шөп болады ғой жеуге. Сөйтіп айтасыздар да. Рахмет, түсінікті. Одан кейін капсуланың сыртының бәрі де сол өсімдіктен жасалған, иә? Иә, желатин фри деп тұр, иә. Сосын бұның несі де жаңағы пластиктің өзі де саморазлагающий пластик. Бұлар пайдаланады. То есть айнала ортына окружающий среда дейді ғой, оғанда жаңағыдай несі зиян төмендетіп қойғанда саморазлагающий пластиктер. Табиғатты да ойлап қойғанда бұл компания. Тағы сұрақтарыңыз болса? Кейбір адамдар капсулированный баттарды ішпейміз дейді да. Сол желатин деп ойлайды ғой көбісі, желатиннен жасалған деп ойлайды. Желатин, бұл жер бағана сертификатын көрсеттім. Бізде желатин пайдаланбайды. Тағы сұрақтарыңыз болса? Саламатсыздар ма барлықтарыңыз? Капсула эмнеден жасалат негизичи бизге организмге тескери таасир тийгизбеш үчүн? Басқа заттардан жасайды да, оны желатин емес, басқа жаңағыдай денеде еріп кететін, жаңағыдай қорытылып кететін дегендей. Сондай заттардан жасайды. Бірақ желатин Биздин организмге тескери таасир бербейт да, Иә, кері әсері жоқ организмімізге, иә. Рахмат, мен Бишкектен чалып жаттым эле. Саламатсыз ба? Сонда қанша сертификатты санап, мынау жерде сіз көп объяснять еттіңіз. Соның ішінде ең керекті, мысалы, көп адам ұзақ нығымайды ғой, сонда жаңа GMP сертификатын айтамыз, халал сертификатын айтамыз, тағы қандай бір 5-6 сертификатты основной айтуымыз керек, иә? Жоқ, ол былай ғой, адам сұрағыңызға рахмет. Мынандай ғой, ол мысалы бір кісі мына жерім ауырып келді, витаминім аз екен деп. Сол өнімді ашып, мысалы, бұл жерде компания өзі көрсетіп қойған, сол сертификаттарды айтып шықсаңыз болады, 25-тің бәрін айтып, оның миын ашты, бұл кісінің, по существу, да, по факту, мысалы, мынандай D3 сұрады, сіз айтып шығасыз, міне GMP, міне ГМО жоқ, міне арахис жоқ, міне соя жоқ, и тәуелсіз лаборатория тексеріп берген сапасы сай деп. Оны 25-тің бәрін біз сияқты қазір 1 сағат отырып, ол қашып кетеді, ол сіздің неңіз жазылмақ. Конечно, қашып кетеді. По факту, да, солай не алу керек, да. Түсіндім. Ол бір научный сотрудник емес, оған... Жай адам қашып кетеді ғой ол. Атымен керек емес оған. Мысалы, бір өнім сұрап келді, сенде мынау бар ма деп, мысалы, сен по адресу келдің, міне өте жоғары сапада және қол жетімді. Болды, сөйтіп, ол салыстырады. Міне сізге бұл компания бізге жағдайын бәрін жасап қойған. Ашасыз да сайтты. Мына біздің прямой конкуренттер, міне қара. Сен мынандай баға аласың ба, мынандай баға алғың келеді ма деп. Көрдіңіз ба? Осылай. Біздің компания сайтты да бізге көмекке жасап қойған да.
әдемі, өте оңай жұмыс істеу. Көрдім. Иә, менің де көп жаңағы өзім рефералдардың көбісі осы сайтты ашып көрсеткеннен соның себебінен кірді. Мен күшті компания кір деп өйтіп айтпаймын. Фактпен несімен көрсетіп, ақыл бар адам жаңағыдай көріп, иә, шынымен ақта деп сөйтіп, сосын жаңағы ниетін білдіреді да, ары қарай осы командаға келуге, осы өнімдерін пайдалануына, осы нелерді қолданыңыздар деген ниетпен осы бүгінгі сабақ өтіп отырмыз да, сіздерге оңай болады жаңағы команда жинауға, рефералдар жинауға дегендей. Рахмет. Иә, сізге де рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Ассалаумағалейкум. Жұмажан бауырым, сізге алғысым шексіз. Өте керемет теманы ашып бердіңіз. Каждый сертификат ашып бердің бауырым, иә. Ықыласың, ниетің, инемен жинағанда бәрін бізге жайып бердің. Алла риза болсын бауырым. Настоящий бриллиант менің алтыным. Құда қаласа, коронованный бриллиант болуда мен еш күмәнім жоқ алтыным. Только полностью не останавливайся. Амин. Рахмет. Сенде 5 адам болса, бірақ Жұмажан один на планете. Рахмет бауырым. Рахмет. Жұман бауырым, бүгін действительно сіздің сабағыңыздан кәдімгі мен лично өзім бизнес жасаудың тағы бір фишкасын алдым. Круто, рахмет. Тамаша сабақ болды. Сізге де рахмет. Алла разы болсын, Алланың нұры жаусын. Сіздерге де разы болсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, осы компаниямыздың ең шыңына шығыңыз. Шын жүректен тілектеспін. Амин. Сізге де соны тілеймін. Сұрақтарыңыз бітсе, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Барлықтарыңызға күндеріңіз. На русском языке перевод будет? На русском языке будет. Попросим, давайте на следующей неделе. Если у Жұмажан время будет, мы попросим, хорошо? Рахмет. Жұмажан, сізге үлкен рахмет. Соны жақсы сабақ болды. Шын жүректен құттықтаймын сізге, Жұмажан. Бірлән болыңыз. Рахмет. Амин. Рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Келіп алтын уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.